Сәлем баршаңызға, бүгін сіздермен Нағима. Оливье салаты жаңа жылдың символы ретінде барлығымыз білеміз, жаңа жылды оливье салатсыз қарсы алу мүмкін емес. Қарапайым рецепт, сіздер жасап көріңіз, өте дәмді, үйдегі бар заттармен жасалынады. Ендеше кеттік, біз бастаймыз. Бірінші жұмыртқамызды, қайнатылған жұмыртқамызды алып, өз қалауыңызша мен осылай 4-1 кубиктап, сәл майдалап турап алдым. Негізі ірілеу қысаңызда дастарханның сәнін ашатын болады. Келесі кезекте картошкамызды дәл солай жұмыртқаның көлеміндей бірдей қылып турап алатын боламыз. Келесі кезекте сәбізімізді дәл солай картошка сияқты 4 кубиктап, 4-1 кубиктап қып турап алатын боламыз. Сәбізіміз өте жұмсақ, әдемі пісуі керек, болмаса салаттың ішінде дәмі өзгеріп тұрады кіршілдеп. Келесі кезекте колбасамызды тураймыз. Колбаса дәміне қарай, мысалы чесночный и копченый деп бөлінеді ғой, мен копченый колбасаны қостым. Келесі кезекте горохымызды қосатын боламыз. Горохты ашып, суын төгіп, осылай салатымыздың үстіне саламыз. Келесі кезекте майонезді қосатын боламыз. Мен майонез аздау қостым, себебі көп қоссаңыз да болады, өз қалауыңызша мен аз қостым. Осылай салатымыз дайын болды. Сіздерге ұнаған болса, сіздер жасап көріңіз. Ұнаса лайк басыңыз, және де тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.